Сөйтсем мынау Астананың бас имамының үйі екен. Мешіт сияқты. Ой сұмдық. Ал енді садақа беріңдер. Әлі жұма сайын салған садақаларың міне қайда кетіп отыр. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Кеше мынау Астанада Зәулім сарайды имамның үйі деп бір жігіт жалған ақпарат таратты ғой. Енді мына имамды жек көретіндер, мынау тәңірсіздер жәндері кіріп, ауыздарынан су ағып тұрып, ой жамандап жатыр жаңағы интернетте. Алланың құдіреті жарайды, қорқатын құдайларың жоқ. Мына болады, мына болмайды деп көрсететін бір шариғаттарың жоқ. Жамандықтан қайтаратын бір имандарың да жоқ. Бірақ ең болмаса, осы жаман пікір жазбай, мына өсек жазбай тұрып, осы нәрсенің жалған не шын екенін анықтап алайық дейтін, ең болмаса соған бастарыңыз жетпеді ма деймін да. Ең болмаса бір адами қасиет болмады ма деймін да. Соншалық төмен түскеніміз ба? Біреу бір нәрсе десе ол дырылдатып айтып жаза беретін, сондай рас өтірігіне қарамай. Енді сол жалған ақпарат таратқан жігіт шығып кешірім сұрап жатыр. Мен осыдан 2 күн бұрын интернет желісіне Астананың бас имамының үйі деп бір видео салған едім. Ол видеоны мен бір арам оймен, жаман оймен түсірген жоқ едім оны. Шындығын айтсам, TikTok жүйесіне нету үшін салып түсірген едім. Сол үшін бүкіл қазақ елінен кешірім сұраймын. Астананың бас имамынан кешірім сұраймын. Астында пікір жазғандар, шығып жазсаңыздар, пікірлеріңіз шынымен ер болсаңыздар. Мынау жігіт шатасқан екен, оған сеніп қалып, біз де шатасқан екенбіз, кешірім сұраймыз деп, кешірім сұрасаңыздар, Алланың құдіреті. Ал енді сол үйді Құдай да бекерден бекер көрсетіп тұрған жоқ қой. Сол үйдің егесін мен танимын, сол жайлы айтайын. Нұрлан деген ағамыз, біздің өте жақын араласатын досымыз. Намаз оқиды, қажылыққа барып тұрады. Мына тәңірсіздер, анау намаз оқып, мешіттен шықпай отыра бергенше, мешіт салғанша завод салмайсыңдар ма, мектеп салмайсыңдар ма деп, дәл сол сіздерге үлгі болатын адам осы, Нұрлан деген ағамыз. Қанша адамға жұмыс беріп отыр, заводы бар. Өзі мектеп салып, балдар оқытып отыр, мектебі бар салған. Бірақ өкінішке орай, сіздердің өкініштеріңізге орай, намазхан жігіт та бұл ше. Намаз оқитындар не істейді? Бұлар дамуға қарсы деген кісілер, жігіттер. Міне, нағыз елге, мына тәңірсіздер сіздерге үлгі өнеге болатын адам, сол жаңағы Зәулім сарайдың егесі сол ағамыз. Үйде отырып, телефон шұқылай бермей, диванный герой болмай, жігіттер, шығып сол завод мектептерін салсаңдар содан да. Алланың құдіреті. Енді жігіттер, мына бір Алланың құдіретін қарасаңызшы. Бір адам лағып жүріп, Астанада бір үйді барып түсіреді. Зәулім сарайы. Сөйтеді та, мынау имамның үйі, ол ондай, ол бұндай, садақаларыңды бермеңіздер деп тұрып сөйлеткізеді. Сөйтеді та, Алла тағала ертең оның өтірігін шығарғызады да, оған өзіне айтқызады, бұндай өсектерге сенбеңдер, мен кешірім сұраймын деп, ол имамнан, бүкіл имамнан да Алла тағала одан кешірім сұратады. И оның ана видеосының астында мына тәңірсіздердің небір комментарияларын жазғызады. И оларға өздерінің жазғандарына, өздерінің өтіріктерін көздеріне көрсетіп береді. Енді олар шынымен ер болып өтіріктерін мойындаса. Және бір қызығы, Алла тағала басқа жақтағы бір үйді түсіре салған жоқ, көрсете салған жоқ. Именно сондай адамның үйін түсіріп жатыр да жігіттер. Мына тәңіршілер айтады ғой, мына намазхандар мешіт салғанша медресе салмайсыңдар ма, мектеп салмайсыңдар ма деп ше. Ол үйдің егесі менің досым, менің ағам Нұрлан деген ағамыз. Заводы бар. Жүздеген адамдарға жұмыс беріп отқан адам. Және өзі мектеп салып, кәдімгі оқушы, мектеп жасындағы оқушыларды оқытып отқан өзінің жеке мектебі бар адамда. Алла тағала мынау тәңірсіздерге, құдайсыздарға, имамды жек көретіндерге бар ғой, мына бір адамның бір видеосымен бар ғой, ескертіп жатыр да. Қарасаңызшы, анау мешітке бір тиын да бермейтіндер ғой, анау мешітке садақа деп соны есептеп, сол әңгіме отқандар.
мешітке бір тиын да бермейді ғой. Бірақ өздерінің сөздерімен өздерінің өтіріктерін шығарып қойып жатыр да. Енді олар шынымен соған басы жетіп, ерліктері ұстап, осы нәрсені мойындаса да егерше, қайдан бірақ имансыздар еш нәрсені мойындамайды ғой ешқашан.